Сәлем сұлуларым, бүгін біз сіздермен ерекше дәмді, жұмсақ болып шығатын котлет дайындайтын боламыз. Бұл котлеттің ерекшелігі оның ішіндегі соуында керемет дәмді болып шығады. Ендеше бастайық. Ол үшін бізге фарш, картоп, пияз, бұрыш, паприка, тұз, бульон және жұмыртқа керек болады. Ең алдымен блендерімізға пиязымыз бен картопымызды салып, жақсылап тұрып майдалап аламыз. Дайын болған картоп пен пиязымыздың үстіне фаршымызды, жұмыртқамызды, тұз бенен бұрышымызды, паприкамызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Дайын болған фаршымыздан котлеттерімізді жасап бастаймыз. Котлетімізді жасағаннан кейін міндетті түрде панировочный сухариға немесе ұнға салып, осылай сыртын қаптап алсаңыздар болады. Бұл сіздерге пісірген кезде ыңғайлы, әрі котлеттеріміз өте әдемі болып шығады. Котлеттерімізді жасап алғаннан кейін майымызды қыздырып, бірден пісіруді бастап кетеміз. Котлеттеріміздің іші жақсы пісу үшін орташа отта екі жағы әбден қызарғанша ұстайтын боламыз. Достар, міне котлеттеріміз де дайын болды. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жасауға кеңес беремін. Котлеттер өте дәмді әрі сочный болып шығады. Тағы да менің каналымдағы жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір. Барлықтарыңызға сәттілік.